Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді етті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Жасауы өте оңай. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдын ала електен өткізілген ұнымызға тоңазытқыштан алған салқын сары майымызды салып, күштен өткіземіз. Бәрін күштен өткізіп болған соң қолымызбен осылай түйіршіктейміз. Бір керкі түйіршіктеп болдық. Бөлме температурасында жылы айранымызға тұзымызды және ас содасын қосып жақсылап араластырам. Енді алдын ала дайындап қойған ұн мен майымызға айранымызды қосып жұмсақ қамыр үйреміз. Жұмсақ, осындай қолға жабыспайтын қамырымызды илеп болдық. Енді тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін менде сиырдың фаршы, осыған ұсақтап туралған картофелімізді қосамыз. Ұсақтап туралған пиязымызды қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Қамырымыздың бір бөлігін үлкенірек, бір бөлігін кішірек қылып, екіге бөліп аламыз. Ұнымызды осылай илеп, дөңгелектеп аламыз. Үлкен бөлігін жаямыз. Кішкене жайған соң пергамент қағазын төсеп үстіне жаямыз. Бұл бәлішіміздің астыңғы бөлігі болады. Қамырымызды осылай төрт бұрышты етіп, пергамент қағазынан асырып, үлкенірек қылып жаямыз. Енді жайылған қамырымызды формамызға саламыз. Қамырымыздың шетін видеодағыдай осылай тегістеп шығамыз. Үстіне салмасын саламыз. Қасықтың көмегімен бір керкі етіп салмамызды жайып шығамыз.
формамызды салып біркелкі алып тегістеп болдық. Енді қалған екінші қамырымызды жаямыз. Төртбұрыштап қамырымызды жайып болдық. Енді осылай оқтауға орап, формамыздағы қамырымыздың үстіне қоямыз. Үстіңгі бөлігінің артық жерлерін пышақтың көмегімен видеодағыдай кесіп тастаймыз. Артылған қамырмен үстіне гүл немесе неше түрлі өрнек жасауға болады. Шеттерін осылай біріктіріп шығамыз. Ауа шығу үшін осылай пышақтың көмегімен тілімдер жасап шығамыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бетіне сәндік үшін мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Мен осылай шеттеріне мак сеуіп шықтым. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осымен өте оңай жасалатын етті бәлішіміз дайын. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел.